сәлем, Қамажадан тоқыма каналына қош келдіңіздер. Менің каналымда тоқыманың бірнеше түрі бар. Бүгін сіздерге пляжға арналған немесе жаздық шопер тоқылу әдісін көрсететін боламын. Жіпке келер болсақ, кез келген жіппен тоқуға болады. Мен бірақ осындай крученный рафия жібінен тоқитын боламын. Ал сіздерге кез келген жіп бола береді. Енді жібімізді алып, амигуруми кольцосын жасаймыз осылай. Енді крючокты ішке айналдырып, іліп алып, шығарамыз. Былай жібімізді іліп аламыз бір рет. Енді ауаға 2 бос торша тоқимыз. 1, 2. Енді крючокты айналдырамыз. Мынау кольцоның ішіне кіріп, столбик с накидом тоқимыз. 1, 2 рет міне өткіздім осылай. Тағы да столбик с накидом. 1 ілдім, 2 рет ілдім. Енді бізде мына жерде қазір 3 столбик с накидом болып тұр. Мынауысы бізде бағана ауаға алған бос торша. Енді ауаға бос торша аламыз, тағы да 1, 2. Крючокты жіпке айналдырамыз, келесі тағы да мынау неге кіреміз, кольцоға кіреміз да, тағы да 3 рет столбик с накидом тоқимыз. 1, 2, 3. Енді крючокты тағы да ілеміз, 2 рет ауаға столбик без накид, ауаға бос торша аламыз. Енді тағы да 3 рет столбик с накидом. Біріншісін алдым, екіншісін аламын. Үшінші столбик без накид. Енді ауаға 2 бос торша. Тағы да 3 столбик с накид. Енді қараңыздар. Так, 2. Енді үшіншісі. Енді қараңыздар. Мына жіпті кішкене тартып жіберейін. 1, 2, 3, 4. Міне. 1, 2, 3, 4. 4 осындай накидтер шықты. Енді мұқият тыңдаңыздар, қараңыздар. Енді қараңыздар, міне. Бір ауаға бір бос торша аламын. Қазір қатарда аяқтау үшін. Рядты. Мына жерде қазір столбиктің ең жоғарғы жағындағы косичкамызға кіреміз, столбик без накид тоқимыз. Жалғастырушы петля емес, столбик без накид. Мына осылай. Столбик без накид тоқимыз. Қазір мен мына кішкене, екі неден бір алайын, біреуінен алып үзіліп кетіп жүр. Міне. Осылай столбик без накид тоқимыз. Одан кейін мынау тұрған арканың ішіне, осы арканың ішіне осылай кіріп, тағы да столбик без накид тоқимыз. Енді ауаға 3 бос торша аламыз. 1, 2, 3. 3 бос торша ауаға алдым. Енді арка жасаймыз, бұрыш жасаймыз. Мынау арканың ішіне кіреміз, столбик с накидом тоқимыз. Мінеке. Крючокта 3 жіп болды, соның 2-інен алдым. Айналдырып жіпке тағы да 2-ін алдым. Қайтадан сол аркаға кіремін. Столбик с накидом тоқыдым. Енді алдымызда мына жерде, қазір бізде мына жерде косичкалар көрініп тұрады, яғни қабырғалардың косичкалары. Мына біреуі, қазір міне. Соларға біз столбик с накидом тоқимыз. Міне мынау біреу, одан кейін 2, сосын 3. Осы 3-үне біз столбик с накидом тоқимыз, косичкасынан алып. Енді келесі біз аркаға келдік. Арканың ішіне кіреміз, мынау тұрған. Осы бұрышындағы арка. Осыған кіреміз, 3 столбик с накидом тоқимыз. Біреу, айналдырып тағы да. Крючокта 3 болады. Екіншісінен алдым, үшіншісінен алдым. Одан кейін 2 рет ауаға бос торша, сосын қайтадан сол арканың ішіне тағы да 2 столбик с накидом тоқимыз. Сонда бір арканың ішінде 4 столбик с накидом, 2-2-ден. Бірақ 2, одан кейін ауаға 2 бос торша тоқып, сол арқылы біз арка жасап отырмыз. Міне біз бұрылдық, айналдық уже. Келесі жаңағы арка жасадық, сол арқылы бұрылып айналып отырамыз. Келесі енді арқарай мынау косичкаларымызды тоқимыз, столбик с накидом тоқимыз. Алдымыздағы қабырғалардың косичкаларына столбик с накидом тоқып шығамыз.
келесі мынау арқаға қайтадан тағы да жаңағындай кіреміз, столбик с накидом тоқимыз 2 рет, 2 столбик с накидом тоқимыз. Одан кейін ауаға 2 бос торша аламыз, 1 2 круг жасап жатырмыз да, жаңағы углын жасап жатырмыз. Одан кейін тағы да 2 столбик с накидом сол арқаның ішіне арка жасап жатырмыз ғой, былайша айтқанда. И бір жағынан бұрышын. Міне осылай тоқимыз ары қарай. Енді қараңыздар, қазір мынау тұрған біз бағана мынау ең бірінші қабырғаны тоқыдық қой. Оны біз санамаймыз. Одан кейінгі екі қабырға бір арканың ішіне кіріп тоқыдық. Соны санаймыз. Енді қараңыздар, арканың ішіндегі екеуін санаймыз. Одан кейін біз әр косичкаға деп үш столбик тоқыдық қой, соны санаймыз 5. Сосын мынау тұрған келесі уголоктың ішіндегі екеуін қосамыз. Сонымен 5 6 7 столбик болады. Одан кейін келесіге айналамыз, тағы да екеуін санаймыз да, одан кейін ары қарай үшеуін қосамыз, 5 болады. Сосын барып, одан кейін келесі мынау арканың ішіне кіреміз ғой. Сол арканың ішіндегі екеуін ғана санаймыз, сонымен 7 болып кетеді. Міне қараңыздар, мұнда жерде 2, одан 3 4 5 6 7. Көрдіңіздер ме? Арканың бірінші мен екінші арканың ішіндегі екеуін қосып санаймыз, бас жағы мен аяқ жағындағы. Енді келесі арканы бастаған кезінде тағы да келесі бұрылымды бастаған кезінде тағы да екеу деп мына жерде бір арканың ішіндегін қостық. Одан кейін 3 косичканы тоқимыз бас жағындағы. Анау екеу, мынау үшеу, сосын төртеу, бесеу. Мына қараңыздар, қазір келесі айналымға айналамыз. Арканың ішіне кіреміз қазір. 5, мына арканың ішіне кіреміз қазір. 2 столбик с накидом тоқимыз. Сонымен 7 болады. Мына арканың ішіне кіремін. 5, енді мынау 6-шысы, бірақ арканың ішіне кіреміз ол жерде. 6 и 7 болды. Енді келесі айналымын бастаймыз. Ол үшін біз ауаға 2 бос торша аламыз. Яғни біз арка жасаймыз. Келесі айналымға бастаймыз. Арка жасаймыз. Ауаға 2 бос торшамен. 1 2. Енді қайтадан сол арканың ішіне кіреміз. Мына аркаға кіреміз. 2 столбик с накидом тоқимыз. Осы екеуін санаймын. Одан кейін алдымыздағы 3 косичканы санаймын. 3 столбик с накидом тоқимын косичканың әрқайсысына. Екеу анау, мынау 3-ші, сосын 4-ші, енді 5-ші болады. 5-ші. 6-шысы ол бізде мына жақта аркада бағана есептемейміз деген жер бар ғой, соған келеді. И қасына тағы да бір столбик с накидом тоқып жібереміз. Сонымен 7 болады. Мынаумен қосқан кезде 7 болып кетеді ғой, былайша айтқанда. Бағана анау бастамасын бастаған кездегі косичка қабырға бар ғой, сол. И былай қосып жібергенде уже бір арканың ішінде 2 болып кетеді. Ары қарай біз мынау қатарымызды аяқтаймыз. Жалғастырушы петля арқылы аяқтаймыз. Мынау жоғарғы жақтағы косичканы алып, осылай аяқтаймыз. Келесі қатарды бастаймыз. Так. Мынау арканың ішіне кіріп, айналдырып алып, столбик без накид тоқып жібереміз. Одан кейін бір рет ауаға 2 бос торша ауаға аламыз да, одан кейін маркерімізді алып, соңғы петляға, соңғы косичкаға белгілеп қоямыз. Одан кейін 2 рет ауаға тағы да бос торша тоқимыз. Енді мынау арканың ішіне кіреміз. Столбик с накидом тоқимыз. Айналдырып алып келіп, екеуінен шығардым. Енді тағы да бір рет тоқимын. Айналдырып алып келіп, екеуінен. Мына осылай шықты. Енді мына жердегі мынау нелердің, қабырғаларымыздың алдымыздағы тұрған мынау косичкаларға кіріп, дәл алдыңғы қатардағыдай столбик с накидом тоқимыз әр косичканы. Мынау неге келгенше, кругқа келгенше крючокты жіпке айналдырамын. Мынау тұрған бірінші косичкаға кіремін. Осылай тоқимыз. Қазір мен сіздерге санаймын, қанша болғанын айтамын. Және де әр қатарға көтерілген сайын бұл жақта мынау косичкаларымыз, қабырғаларымыз қосылып отырады, саны көбейіп отырады. Міне, қараңыздар. Тура бағанағындай мынаны санамаймыз. Мына арканың ішінде мына екеуі тұр ғой. Соны санаймыз. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8. Одан кейін мына жақтан 9-шы косичка тұрады мына жерде. 9. Енді мынау арканың ішіне кіреміз. Столбик с накидом тоқимыз. Арканың ішіне ғана кіреміз. Бұл жерде косичкадан алмаймыз. 1 2. Енді ауаға бос торша 2 рет 1 2. Сосын тағы да айналдырамыз да, тағы да сол арканың ішіне кіреміз.
2 столбик с накидом тоқимыз. Міне. Енді тағы да енді келесі айналымды бастаймыз. Мына екеуін есептейміз, мына жақтағы екеуін есептемейміз. Мына бір арқаның ішінен екеуі кіріп тұр, төртеуі, но бірақ біз мына екеуін есептейміз. 2, одан кейін 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-шысы. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, міне 9 болыпты. Осылай жалғастырып тоқимыз, өзіміздің керекті размерге дейін апарып тоқимыз. Мында мысалы менде қазір 2, мынау бірінші, 2, үшінші, мынау үшінші қатар ғой. Сіздер мүмкін 5 қатар или 6 қатар тоқисыздар ма? Өзіңіздің керекті размерге дейін тоқимыз, осылай жаңа мен көрсеткендей. Және де әр қатарға көтерілген сайын мына жердегі қабырғаларымызға қосылып отырады, көбейіп. Сосын мынау кругқа келген кезінде обязательно немен прибавка болады, яғни мына жерде екеуін тоқисыз, одан кейін ауаға 2 бос торшақ тоқып, қайтадан сол арқаның ішіне қабырға тоқисыздар. Міне, осылай айналдырып тоқи бересіздер, одан кейін өзіңіздің керекті размерге келген кезінде ары қарай қалай болатынын көрсететін боламын. Мен қазір өзімнің керекті размеріме дейін тоқимын, сосын көрсетемін. Қыздар, қараңыздар, тағы да бір көрсетіп жіберейін. Сіздер қателесіп кетпесін деп жатырмын. Қараңыздар, мына жермен қазір айналдым ғой былай. Айналғаннан кейін мынау бір кругтың ішінде екеуін тоқым ғой, 2, одан кейін 3. Мына қатарды аяқтауға жақындап қалдым. 3, 4, сол жерін көрсетіп жіберейін. Так, мына 4, 5, 6. Қазір мен тоқып болайын, сосын айтамын. Асылхан, бер кел. Асылхан. Мінекей. Қараңыздар, мына енді қараңыздар, былай санаймыз. Мына жерде мынаны емес, мынаны санаймыз. Мына екеу. 1, 2, одан кейін 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, одан кейін мына жақта бір арқаның ішінде екеу. 10, 11. Сосын келесі круг басталады. Бір арқаның ішінде екеу. Соны санаймын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Айналамын, келесі арқа басталады. Келесі кругтан айналамын. Тағы да сол бір ненің ішіндегі екеуден бастаймын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Айналамын тағы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И мынау 10 десек, 11-шісін қазір мынаға. Енді 11-шісін мынау арқаның ішіне кіріп тоқи саламыз. 11-шісін айналдырып осылай столбик с накидом тоқимыз. Мына. Сосын мынау крючогымызды аламыз да. Сол маркерді аламыз да, жаңа маркер тұрған косичканың ішіне кіріп жалғастырушы петлямен осылай қатарды аяқтаймыз. Ал енді ары қарай өзіміз жалғастырамыз. Мінекей қыздар, мен қазір мынандай осындай үлкендік размерге келіп тоқыдым. Мен өлшегенде 24 сантиметр шығып тұр. Енді ол өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша бұдан кіші бола ма, үлкен бола ма, сіздер кез келген размерге тоқуға болады. Және де мен міне аяқтаған кезде көрсетейін деп тұрмын сіздерге. Мына қараңыздар, мынау бір ненің ішінде, арқаның ішінде 4 болу керек еді ғой. Мына жақта 2, мына жақта ауаға бос торшақ алдық. И мына жақта тағы да біреуін осы мынау арқаның ішіне тоқып жібереміз. Міне, осы мынау арқаның ішіне сонда 4 болады. Бізде әр бұрышымызда, барлық мынау 4 бұрышта бір арқаның ішінде осылай 4 столбик с накидом және 2 столбик с накидом тоқисыздар. Одан кейін ауаға 2 бос торшақ аласыздар. Сосын қайтадан сол арқаның ішіне 2 столбик с накидом тоқисыздар. Сонда бізде осындай арқа бұрышы пайда болады. Енді осылай аяқтаймыз. Қазір мен аяқталуы дәл алдыңғы видеода көрсеткендей жалғастырушы петля арқылы осылай аяқтаймыз. Енді және тағы да бір айтатын нәрсе, мына жерде біз әр қатарға көтерілген сайын мына жердегі, мына осы жеріміздегі нелер, қабырғалар 2 қабырғаға қосылып отырады. Әр қатар сайын 2 қабырғаға қосылып үлкейіп отырады. Енді ары қарай біз сумкамызды жинаймыз, үстіге қарай көтерілеміз. Ол үшін біз
как обычно алдыңғы қатардағыдай мына бұрышына келген кезінде осындай прибавка болады, яғни 2 столбик ауаға 2 бос тұрша, одан кейін сол арканың ішіне тағы да 2 столбик снакидым. 2 столбик снакидым, яғни бір ненің ішінде, арканың ішінде 4 столбик снакидым. Екеуінің ортасында ауаға 2 бос тұрша алынған. Сосын солай төртеуінде солай тоқимыз, и мына жерде біз тура ортасына маркерімізді қойып аламыз. Немесе шатаспаймын, қателеспеймін десеңіздер қоймасаңыздар да болады. Мына осылай тура ортасына, мына тура осылай көзбен әкеліп, мына жағында осылай көзбен әкеліп, егер ерінбей каждый бүйтіп есептеймін десеңіздер, біреуі артық болу керек қой, мына жерде соның ортасына қойсаңыздар болады. Әрқайсысын санап отырамын десеңіздер олай да болады. Мен бірақ санамаймын, осылай көзбен есептеймін. Мына центр, мына осылай, мына центр мына жер, осылай маркерлер қойып отырса қойып қойсаңыздар болады. Енді мен мына жерге бір маркер қойып қойдым. Енді маркердегі косичкаға бір косичка жетпей, мына маркеріміз, мына маркер тұрған косичка ғой, соған бір косичка жеткізбей, мына жерге дейін әкеліп тоқимыз. Столбик с накидом тоқимыз. Мына арканың ішіне столбик без накид деймін. Одан кейін 2 ауаға бос тұрша, сосын мына жерге сіздер не қойып аласыздар, мынандай маркер. Мен мынаны қоя тұрайын, мына жағына, мына ортасына дегенді қоймаймын. Себебі мен көзбен есептеймін. Сіздер қателесем десеңіздер қойып алсаңыздар болады. Содан кейін маркерден кейін ары қарай тағы да 2 бос тұрша ауаға тоқимыз. Сосын мынау арканың ішіне қайтадан кіремін, столбик с накидом тоқимын. 1, 2 столбик с накидом тоқыдым. Енді ауаға 2 бос тұрша аламын. 1, 2 столбик с накидом тоқыдым. Жаңағы ортасына дедім ғой, сол жерге дейін әкеліп тоқимын. Ортасына дедім, және бір косичка жетпей, қараңыздар, мен жаңағы жерге дейін келдім. Және де мен маркер қоймаймын дедім. Енді сіздер қойып алыңыздар. Мен мына жерге маркер қойдым, мысалы, және міне мына жерде бір косичка тоқыған жоқпын. Енді біз убавка жасаймыз. Убавка, яғни мынау немізді жинаймыз, қысқартамыз. Крючокты жіпке айналдырдым, мынау неге кірдім, косичкаға кірдім. Крючокта 3 жіп айналдырып алып келіп, екеуінен аламын. Сосын тағы да жалғастырушы жіпті айналдырамын да, мына жерде бізде бағана маркер тұрды, сол маркерді алып тастап, орнына кіремін. Сосын тағы да жалғастырушы жіпті айналдырамын крючокқа. Одан кейін екеуінен аламын крючоктағы жіптен. 3 қалды крючоктағы жіпте. Одан кейін тағы да айналдырамын да. Одан кейінгі келесі мынау неге косичкаға кіремін да. Міне 1, 2, 3, 4, 5 жіп болды. 5 мына немізде крючогымызда 5 жіп, міне 1, 2, 3, 4, 5 ілмек тұр. Тағы да жалғастырушы жіпті крючокқа айналдырып алып, екеуінен алдым. Енді мына жерде 4 болды. Тағы да айналдырамын да, 4-еуінен бірақ өткіземін. 1, 2, 3 нені жаңағы косичканы қысқарттық біреу етіп. Біз енді кез қатыра келген мына жерде бір косичка болып шығып тұрады. Ал астында біз үшеуін біреу етіп қысқарттық. Енді ары қарай мына жақтағы қалған мынау немізді, қабырғаларымызды алдыңғы қатардағыдай столбик с накидом тоқимыз. Одан кейін мына бұрышқа келеміз. Бұрышқа келгеннен кейін мынау арканың ішіне 2 столбик с накидом, ауаға 2 бос тұрша, сосын қайтадан осы арканың ішіне 2 столбик с накидом тоқимыз да. Одан кейін тағы да жалғастырамыз, айналдырып алып келеміз. Мынау бүйтіп көзбен осылай есептейміз да. Одан кейін маркер қойсаңыздар қойыңыздар, болмаса өздеріңіздің қалауларыңыз. Ортасын міне белгіледім. Ортасына белгіледім. Оған жетпей, бір косичка жетпей, мына жерге дейін. Мынау маркер, мынау бір косичка жетпей, яғни мен мына жерге дейін алып келіп тоқимын да. Одан кейін мынау 1, одан кейін мына жерде маркеріміз тұрған 2, одан кейінгісі 3. Осы үшеуін, яғни жинаймыз, убавка жасаймыз да, бір косичка етіп жасаймыз, қысқартамыз. Демек, біз мына жақта мынау бұрышымызды ұлғайтамыз, ал мынау ортасына келген кезінде жинаймыз, кішірейтеміз. Мына жақта прибавка, мына жақта убавка болады. Мен келдім аяқтауға. Енді қараңыздар. Мына жерде қазір мен арканың ішіне кіремін, столбик с накидом. Сосын бағанағы немізге маркерімізді қойған косичкаға сол жерге жалғастырушы петля арқылы қатарды аяқтаймын. Міне. Енді қараңыздар, тағы бір түсіндіріп айта кетейін. Қабырғалар алдыңғы қатарда. Мына жерде мен
убавление жасадым ғой. Сол убавление жасамай тұрған кезде мына астыңғы қатарда санаған кезімде менде 31 мындай не болған, қабырға болған. Мен оны қалай санадым? Санаған кезінде мына екі бұрыштың, екі жақ, мына бұрыш пен мына бұрыштың мына ішіне кіріп тұрған екі столбик накидым. Оны екеуін санамай, мына жерінен, и міне мына екеуін санамай, мына жерінен осы мен мына аралық осы косичкаларды, осы қабырғаларды санағанда менде 31 қабырға болды. И мен оны маркерді тура 31 ма 30 деп алдым да, 15-15. Мына оң жағым 15, сол жағым 15. И ортасына мен маркер қойдым. Солай сіздер есептесеңіздер болады. Келесі қатарда біз бастаймыз ғой. Тағы да дәл алдыңғыдағыдай мынау арканың ішіне кіріп, столбик безін әкет, одан кейін 1, 2 столбик, 2 ауаға бостырша тоқып, сосын тағы да 1, 2, сосын дәл алдындағыдай мынау арканың ішіне 2 столбик накидым, тоқимын. 1, 2. Басында алдындағыдай тоқимыз. Мынау косичкаларымызды тағы да солай тоқып келеміз. Қараңыздар қыздар, мен жаңағы айтқан жерге дейін осылай тоқып келдім. Енді мен мына жерге әдейі маркер қойып қойдым, сіздерге түсінікті болсын деп. Маркерді қойып қойдым. Міне бағанағы біз үшінеге кірдік қой, сол жерге мына жерге маркер қойып қойдым. Енді мен тоқып келдім. 2 столбик, мына жерде 2 косичкамыз тоқылған жоқ, сол жерге дейін келдім. Енді мен қазір мына косичкаға кіремін. До конца тоқымаймыз. Столбикті до конца тоқымаймыз. Міне қазір екеуін алдым. Крючокта 2 жіп айналдырамын. Мынау келесі косичкаға кірмейміз. Мынау маркер тұрған одан кейінгі косичкаға кіреміз. Айналдырып алып, қазір менде 4-еу, сосын айналдырып аламын да екеуінен аламын. Қазір 3-еу болып тұр. Енді тағы да крючокты жіпке айналдырып, келесі косичкаға емес, одан кейінгі косичкаға кіреміз. Сосын айналдырып екеуінен аламын. Енді менде қазір мында крючокта 4 жіп, жалғасушы жіпті айналдырып, 4-еуінен бірақ осылай шығарам. Мына крючокты алып, енді мынаған қойсаңыздар болады. Мынау косичкамызға қойсақ болады. И сосын ары қарай барлық қалған мынау косичкаларымызды столбик накидым тоқимыз дәл алдыңғы қатардағыдай. Және бұрышында дәл алдыңғы қатардағыдай тоқи береміз. Міне қараңыздар, көрдіңіздер ме? Міне осылай біздің мына сумкамыздың қабырғасы осылай жинала бастайды. Енді ары қарай өзіміз тоқимыз. Енді міндетті түрде бұрышқа келген кезде прибавка, ортасына келген кезде убавка. Убавканы мен жаңа көрсеттім, бірінші қатарында, екінші қатарында көрсеттім. Енді ары қарай тоқылу қатарлары дәл мен жаңа мен көрсеттім ғой. Мынау маркерге жетпей 2 косичкадан бастап уже не басталады? Прибавка басталады. Крючогымызды до конца тоқымаймыз. Крючокта 2 жіп қалады, сосын келесі косичканы алмаймыз, одан кейінгі центр косичканы аламыз, сосын барып, одан кейін келесі косичканы алмаймыз, одан кейінгі келесі косичканы алып қысқартамыз. Жоқ, түсініксіз болып жатса, мына осы жеріне келген кезінде, осы жаңағы айтқан жерімді артқа қарай қайтарып жіберіп, қайталап көрсеңіздер болады. Ал енді қыздар, қараңыздар, мен келдім. Мен осындай сумкам өлшемім осындай размерге келді. Міне қараңыздар. Осындай әдемі сумка шықты. Мінекей. Осындай әдемі сумкамыз шықты. Ішінде қараңыздар, сондай іші деген кең, үлкен, барлық нәрсені салуға болады. Мына сыртынан қарасам, осындай болып тұрады. Әлі біз оған ручка саламыз, сонымен әдемі етіп шығарамыз бұл сумканы. Енді қараңыздар, мен бағана мына жерде сіздерге айтқан жоқпын. Мен соңғы қатарды біткеннен кейін жалғастырушы петля арқылы мынау барлық косичкаларды жалғастырушы петля арқылы обвязка тоқыдым. Қараңыздар, мынандай косичкалар тұрады ғой, соларға біз жалғастырушы петля тоқимыз. Мынандай косичкаларға. Бірақ біз бағана мына жерде 2 рет ауаға бостырша тоқып, одан кейін столбик накидым деп тоқыдық қой 4 бұрышына. Сол 2 ауаға тоқылған 2 бостыршаға, жаңағы 2 косичкаға, косичканың мынандай өзінен емес, былай толықтай өзінен емес, тек мынаның біреуінен ғана алып тоқимыз. Мынандай біреуінен ғана алып тоқимыз обвязканы. И сол екеуін ғана солай тоқимыз, қалғанын жаңағыдай косичканың өзінен алып тоқып шығамыз обвязканы. Енді ары қарай мынандай ручкасын тоқимыз. Осындай ручканы тоқып, қазір сумкаға нетеміз, сән кіргіземіз. Енді қараңыздар, мен жіпті 2 қабат етіп алдым, мынандай. Кішкене толсый болсын дедім да ручкасын. Менде крючоктың номері 4 мына жерде. Енді қараңыздар, жүкті айналдырып жіпке осылай алып тоқып аламын. Мынаны тартпаймыз, кішкене кеңдеу тұру керек. И ары қарай 2 рет ауаға бостырша тоқимын. Енді қараңыздар, мынаған кіремін, сосын бағана тартпаймыз деген косичка бар ғой, соған кіремін. Мына айналдым да, мына біреу, сосын бағанағы бостырша тартпаймыз деген косичкаға міне
Міне крючокта 3 жіп болды. Енді осының 2 ілмегін алып тастаймын. Крючоктағы 2 жіпті алып тастаймын да, біреуі тұрады қазір крючокта. Енді мына 2 жібімізді кішкене қатты мына ортаңғы саусақпен міне осылайынан қаттырақ ұстаймыз. Босап кетпес үшін. Сосын жалғастырушы жіп арқылы бірінші косичканы іліп алып шығарам, одан кейін екіншісін іліп алып шығарамын. Сосын үшіншісін іліп алып шығарамын. Осылай тоқи береміз. Ұзын болып бізде жаңағы қолға ұстайтын ручкамыз шығады, сумканың ручкасы. Тоқып аяқтап болғаннан кейін, өзіміздің керекті размерге келгеннен кейін, мынандай болып тұрады ғой. Сосын үшеуінен бір-ақ аламыз мына жіпті. Мына 3 крючокта 3 жіпті жалғастырып тоқитын мына жібімізді осылай алып шығарамыз. Сосын аламыз да тартып жіберіп, мынау арт жағында осындай жіптер болады, ілмектері көрініп тұрады. Соның арасынан өткізіп жібереміз. Сонда біздің мына жібіміз көрінбей қалады. Одан кейін ручкасын салатын кезінде екінші қатарынан астыңғы қатарындағы тесігімізге, бұрышымызға бағанағы соған кіріп, осылай түйу арқылы ручкамызды бекітеміз.